Бізде қонақта Mitsubishi Pajero. Тежегіш дисктерінің беті белдеу-белдеуі қотыр болып кетіпті. Мұны енді тегістеп жонатын боламыз. Сосын көлік иесі суппорттардың жөндеу жинақтарын ауыстыруды бұйырды. Дискті шешкен соң орнын тазалап, майлап, қайтадан жонылған дискті орнаттық. Содан суппорттарды шешіп, жөндеу жинағын ауыстыруға кірісіп кеттік. Тағы бір айта кететін дүние, көбісі комментарияға жазады, неге қолына перчатка киіп алмайды деп. Соған жауап, себебі: біріншіден, тежегіш сұйығы өте өткір. Ал егер қолғап сол сұйыққа малынса, көп ұзамай қолының бәрі тілім-тілім болады. Екіншіден, жұмыс істейтін бөлшектер де құралдар да өте майда. Сондықтан өз қолымен ұстап, сезініп жасаған ыңғайлы. Pajero-ның алдының жұмысын аяқтап, енді артқы тежегішке өттік. Мұндағы жұмыс механизмдерді майлап, жаңа колодкаларды орнату. Болған соң тежегішті тартып реттеу. Көлік дайын, тежегіш мазаласа, таға автоға қош келдіңіз.